кәсіп саласында жүргеніме 12 жылдан асты. Сол 12 жылдың ішінде қаншама кәсіптің түрлерін жасадым. Оның ішінде 2 рет ресторан аштым, ет дүкендер желісін көтердік Алматыда. Одан кейін қызмет саласында бизнестарымыз болды. Сол бүкіл бизнестарда жасаған бір ортақ бір қателік. Ол дұрыс серіктестік құрмау. Өйткені барлық кәсіптерімде менде не инвестор, не серіктес болды қасымда. Және де сол серіктестеріммен дұрыс мәмілеге келіп дұрыс құрмағанның кесірінен родной болып жүрген, бауырым болып жүрген адамдармен бет көріспейтіндей ұрысып қалған кездер болды. Ренжісіп, кейін айтқан кезде өкпелеп жүрген кездер болды да. Қазір кәсіптерімде серіктестерім бар, және де қарым-қатынасымыз өте күшті. Оның негізгі кілті серіктестіктің де өзінің арнайы әдістері бар, өзінің білімі бар екен да. Сол білімді егер сол білімге сүйенсең, әркімнің өзінің рөлі анықталса, өзінің алатын үлесі анықталса, айтқан кезде келісім табалдырықтан дұрыс орнаса, серіктестік керісінше кәсіпті өсіреді. Керісінше сенің мүмкіндігіңді еселейді. Бірақ дұрыс затты дұрыс жасау керек.